қалайсыздар? Міне мына жерде менде 1 килограмм ұн, ішіне міне тұз қостым. Сосын мынандай қосам, қатыруға өте жақсы. Тесталарыңыз сынбайды. Морозилкаға қатырып, салафанға салып, осындай чайный ложкамен саламыз. Жетеді сол. Қатты үйіп салып керек жоқ, сұйық май қосамыз үстіне. Сосын 2 жұмыртқа қосып, мынандаймен едеймін. Қолмен де едесеңіздер болады, үйде жоқ болса. Содан міне осындай осындай кесемен 2 кесе, 2,5 кесе қоямыз. 300-400 миллиграмм су болады. Осыны жақсылап тұрып илейміз осылайны. Жаңағындай 1 чайный ложка қостық қой, ол морозилкаға қатырып қойсаңыздар өте керемет, тесто сынбайды. Сонымен сатсаңыздар да болады пельмен мантыларыңызды. Магазиндерге, нелерге, магазиндері бар адамдарға өте ыңғайлы. Міне фарш мына жерде менде. Мынау менде пельмен болады. Енді міне тестамыз болды. Осылайынан пельмен мантын істеймін қазір. Содан қалай қатыру керектігін ыдыстары бар менде. Каспий кезетте ондай ыдыстары бар. 8 теңге тұрады біреу. Солай қатырып қойсаңыздар болады. Мен ондай лист болмаған кезде мантыварканың листіні дізіп қатырып ертеңде пісіре беретінді. Асығыс кісі қонақ келгенде үйге тез пісіріп тұздығын істей салатынды. Сол кезде асығыс емес, одан кейін басқа салаттарды істеп, басқа нәрселерді істеп дайындай беруге болады. Міне осылайынан жайып кесіп, осылайынан еттен салып алып, осылайынан істей бердім. Өзіңіз қалай әдемілеп істесеңіздер де, өзіңіз білесіздер, осылай істеп алам бәрін. Міне осындай ыдысқа осылайынан дізіп қатырып аламын морозилкаға. Содан қатқаннан кейін салафанға салып, қайттан морозилкаға салып қойым, көп орын алмайды. Егер де морозилка көп бос не болса, онда осылай ыдысымен тұра береді. Келесі жолы басқа бірдеңе істейтін болсам, салафанға салып, міне пельменді де осылай дізіп қатырып алдым. Одан кейін міне осылайынан діздік, араларын ашық жабысып қоймау үшін. Міне мантываркаға пельменді де пісірдім, міне пельменмен де. Осылайынан болып шығады. Сорпаға салам түсінген бұны. Астында ет болады. 5 бармақта міне ет, 5 бармақ бәрі болады. Көрдіңіздер ме? Менде тефтели. Осылай салдым тефтелиді. Жартысы манты. Одан кейін міне қайнады ғой. Міне біртіндеп қоямыз осылайынан. Манты, одан кейін жаңағы тефтели бар. Осылайынан пісіп шығады. 45 минут пельмен бар. Зато пельменнің тестосы жыртылып кетпейді, тесіліп қалмайды. Сосын мен ыстық сорпаға пельмен салып, сорпаны ішсе болады. Етін турап, басқа жағып, суықтай жесеңіздер де болады. Немесе 5 бармақтың нанын жайып, 5 бармақ қып жесеңіздер де болады. Міне осылайынан қойдық. Жаңағындай пісіп шығады, көрдіңіздер алдыңғы видеода. Өте оңай лайфхак болады. Бетін жауып осылай 45 минут пісірген. Енді қазір пельменнің үстіне сорпа құям. Менде тұздық, мен шатас кеттім. Тұздық. Қазір мен бұл тұздық мантыға болады. Мантыға кетті жаңағы. Міне пельмен. Осылайынан пельмен салып, үстіне ыстық сорпаны құя саласыздар. Видеоны соңына шейін көріңіздер рахмет. Тіркеле кетіңіздер каналыма.